денсаулыққа кенелем. Тем более қазіргі таңда тұмау, қазіргі таңда неше түрлі респираторлы инфекцияның көп деп таралып жатқан кезінде балалардың бәрі ауырып жатыр ғой, қазір байқадыңыздар ғой. Бәрі ауырып жатыр. Неге? Ең бірінші очередь не істеймін десеңіздер, бірінші кезекте осы дисаны көтеріңіздер. Өйткені дисан деген, D3 деген ол иммунитет, күш, қарсы күш. Екіншіден балаға дисан D3 жетіспесе, баланың ойы өспейді. Баланың ойы өспейді, сабаққа ынтасы болмайды, сүйек қисаяды. Қыз балалардың аяқтары қисайып өседі. Айтамыз ғой ма? Қатақпен. Иә, D3-ден аяқтары қисайып өседі. Тістері қисайып кетеді, тіс, омыртқа қисайып өседі. Одан ары қарай жетіспесе, балада рахит деген диагноз пайда болады. Рахит деген. D3 жетіспейтін болса, ер кісіде тестостерон төмен түсіп кетеді. Неге? Бедеулік көп қазір. Неге ер кісілерде бедеулік, простатит, аденома, ер кісілердің аурулары көп. Тестостерон деңгейі өте төмен. Не үшін? Өйткені D3 жетіспейді екен. D3. Тестостерон деген ерлер гормоны ғой? Иә, ерлер гормоны. Сол үшін де бізде урологтар ең бірінші ер кісілерге осы D3-ді қосады. Мужской продукт деп айтады. Ол күш береді, ол қуат береді, ол энергия береді, жұмысқа деген ынтаны береді, ұйқысын дұрыстайды ер кісілердің. Түсіндіңіздер? Складтарыңызды қазір толып тұр, алсаңыздар болады. Бар болғаны қанша юан тұрады? 200 юан. 200 юанның төңірегінде тұрады, бір адамға 2-3 айға жетеді, балаларыңызға бір курсқа жетеді. D3-дің бір кемшілігі, D3 қазір көп қой, сіздерде де аптекеде көп шығар бұл. Аптекеде көп сіздерде неше түрлі арзандар бар. Бұл D3-дің бір кемшілігі, D3 екі жағдайда сіңбейді. Бірінші өт дұрыс жұмыс жасамасы сіңбейді, ал өт бәрінде де дұрыс жұмыс жасамайды. Екіншіден адам май жемесе сіңбейді. Май жеу керек. Ал қазір балаларға май жегізе алмайсыз. Мына D3-дің бір кереметтілігі, майсыз, өттің жұмысынсыз 100% сіңетін D3. Мынаның нәрсесі.